Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын, өте жұмсақ, ішінде заварной кремі бар, осындай керемет панкейкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттердің барлығын мен описанияда толық қалдыратын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Келесі кезекте қантымызды саламыз. Келесі кезекте балымызды саламыз және де барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Келесі кезекте ұнымыздың ішіне қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отырып қамыр жасайтын боламыз. Сұйық қамыр. Осылай 1-2 бөлікке бөле отырып вилкамен немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Бір келкі жаңағы құю сұйықтықты шығарамыз. Ішінде ешқандай іртік болып жаңағындай болып қалмау керек. Сол себептен мұқият жақсылап араластырамыз. Сұйықтығы, бастапқыдағы сұйықтық осындай болып шығады. Бұның үстіне қазір менде мұнда 10 мг су. Егер де 10 мг суға да қоюлығы бастапқыдай болып қала беретін болса, онда тағы да 10 мг суды құямыз. Міне менің қамырымның сұйықтығы осындай болып шықты. Сұйық қамыр. Енді оны пісіретін боламыз. Алдын ала қыздырылған баяу отта, өте баяу отта осылай 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Піскен кезде жаңағы беттеріне жаңағында тесіктер шығып, өзі беті кебе бастайды. Сол кезде осылай аударып аламыз. Піскен панкейкілеріміздің барлығының ішіне жаңағы кремімізді салып, ыстық күйінде бір-біріне жабыстыратын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, осындай кремді ішіне салып, панкейкілерімізді бір-біріне жабыстырып шығамыз. Ол өзінен өзі осылай шеттері өзі жабысатын болады. Достар, осы рецепті бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген жақсы видео рецептермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.